5 sınıf оқушысы Жоткенова Аружан. Абай Құнанбайұлының 10 тамызда 175 жасқа толуына орай Абай Құнанбайұлының өлеңдерін жатқа айту челленджін 6 сыныпқа жолдаймын. Жасында ғылым бар деп ескермейдім, пайдасын көре тұра тексермейдім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кешірмейдім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермейдім. Мен 5 сынып оқушысы Шермухамбет Жаннұр Абай Құнанбаевтың 10 тамызда 175 жасқа толуына орай әндер челленджін бастап, оны сыныптасым Жұмаш Шерханға жолдаймын. Жүздікін шілде болғанда, көкөрай шалғын бәйшешек ұзар бес болғанда. Күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда. Шырқырап жатқан жылқының шалғыннан жонап қылтылдап. Ат айғырлар биелер, бүйірі шығып аңқалдап. Суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап. Арасында қылынтай, айнала шауып бұлтылдап. 5 сынып оқушы Жұмаш Шерхан Абай Құнанбайұлының 10 тамыздағы 175 жасқа толуына орай ұйымдастырылып жатқан Абай жырларын жатқа оқу эстафетасын 5 сынып оқушысы Шермухамбет Жаннаттан ыстық ықыласпен қуана қабыл алып, оны 6 сынып оқушы Бекужина Қарақатқа жолдаймын. Ғылым таппай мақтанба, орнын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге қашық бол, 5 нәрседен асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайға жетсеңіз, өсірек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 тұспанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой.